сіздерге бүгін менің мектепке баратын жолым қауіпсіз бе деген тақырыпта бейнежазба көрсететін боламын. Мектепке барар алдында біз ең алдымен жол қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Сондықтан да көлік жүретін жерлерден жақсылап мұқият қарап өтуіміз керек. Осындай пешеходтардан өткен кезде біз көліктің бағытына қарағанымыз дұрыс. Көліктің жүру тұрысына қарап, біз жолдан өткеніміз дұрыс болады. Қарап отқандарыңызда мектептің алдынан да көптеген көліктер жүреді. Сондықтан да біз көліктің бағыт-бағдарын қарап, жолдан абайлап өтеміз. Осымен біздің мектепке деген сапарымыз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Әрқашанда жол ережелері мен қауіпсіздікті сақтаған жөн.